Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қазақ әдебиеті 5-ші сынып. Қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Бөлім адамгершілік асыл қасиет. Сабақтың тақырыбы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесінен үзінді. Дайындықсыз келген бір күн. Оқу мақсаттары: көркем шығармадағы кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу, кейіпкерлердің іс-әрекетін шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Сабақтың мақсаттары: Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесіндегі кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу, кейіпкерлердің іс-әрекетін шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Бағалау критерийлері: шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекетіне талдау жасайды, шығармадағы кейіпкерлердің әрекетін қазіргі өмірмен салыстыра бағалайды. Ой қозғау: 1963 жылы «Менің атым Қожа» фильмі түсірілді. Балалар, алдыңғы бөлімде жолдама жайында өткен болатынбыз. Дайындықсыз келген бір күн. Аудио жазбаны тыңдаймыз. Оқушылар, Қожаның адам болуға ұмтылыс қадамдары қандай? Кластер жасаймыз. Мен де істедім. Кешегі күні бойғы әрекеттен кейін тұяқ серіппей қатып ұйықтап қаппым. Әжем шұлқылап оятты. Қожа, қожатай, әкем-ау, сен бүгін сабағыңа бармаушы ма едің? Көзімді ашып алып қабырға сағатқа қарасам, 8-ге 15 минут қалған екен. Атып түргеліп, тез киіндім де, бет қолымды шайып жіберіп, бір кесе айранды тікемнен тік тұрған күйде қотыра салдым. Кеше титықтап келіп, сабақ қарауға мұршам болмап еді. Бүгінгі болатын пәндерді сумкама асығып салдым да, мектепке жүгіре кеттім. Қоңырау соғылып кетіпті. Бірінші сабақ орыс тілі болатын. Анфиса Михайловна классқа жаңа кіріп барады екен. Тасырлатып жүгіре келе жатқан мені көріп тоқтай қалды. Мұғалімдердің ішінде бұл өзі алтын адам. Былтыр біздің мектепке педучилищені бітіріп келген. Жазда барып институтқа сырттан оқуға түсіпті. Қадыров, немене ұйықтап қалғансың ба? Тоқта, галстугыңды түзе. Омырауымды сипалап таппаған галстугым. Сөйтсем, иығыма шығып кеткен екен. Бұрылып әкеп орнына қойдым да зып беріп классқа кірдім. Балалар дүр етіп түргелді. Маған емес әрине, артымда келе жатқан оқытушыға құрмет көрсеткендер ғой. Бірақ мен оны басқаша қабылдадым. Бір секундқа кідіріп, мұрнымды көкке шүйіріп, маңғаздана қалдым да, қолымды кеудеме қойып, тәжім еттім. Бұным балалардың құрметіне сыпайгершілікпен қайтарылған жауап болып та шықты. Балалар ду күліп жіберді. Анфиса Михайловнаның қас-қабағын аңдамаққа артыма жалт бұрылып қарап едім, оның да күлімсіреген жүзін көрдім. Әй, Қадыров, шығармайтының жоғау дегенде Анфиса Михайловна жымиып, басын шайқап қойды. Адам жанын ол керемет түсінеді. Мақтанғаным емес, кластағы орыс тілін тәуір білет дейтін оқушының бірі менмін. Өткен жылдың барлық 90-да да бұл пәннен ауызша, жазушы ылғи 5-тік бағалар алдым. Анфиса Михайловнаның мені тәуір көретіндігінде мүмкін бұл да себеп шығар. Жаңа сабақты түсіндіріп болғаннан кейін ол: Ал балалар, Пушкиннің қысқы кешін жаттап келдіңдер ме? Тәтей, мен айтайыншы. Анфиса Михайловна, менен сұраңыз. Жаттап келдік. Тәте, мен айтайыншы. Мен айтам. Анфиса Михайловна, менен сұраңызшы. деген дауыстар бірін-бірі баса көктеп жамырап кетті. Сендер дәл осы сәтте Қожекеңнің халін білсеңдер етті. Менің кеше сабақ қарауға мұршам болды ма? Үйге ел орынға отыра келіп жеттік. Одан кейін Сұлтан ат ұстап келейік деп жайылымға ертіп барды. Содан соң Хасеннің марзиясын қай жігіттің айналдырып жүргенін білеміз деп, ел жатқанға дейін бостан-босқа Хасеннің үйін торауылдадық. Кім айналдырса, сол айналдырсын. Бізге оның керегі қанша? Деймін Сұлтанға. Керегі бар. Деді Сұлтан. Не керегі бар? Жауап беру орнына Сұлтан ауыр күрсінеді. Қаракөзе, саған бұны түсінуге әлі ертеді. Бопты, сен ақ түсін. Қысты кешті жаттап келмек түгіл, мен ондай тапсырма берілгенін ұмытып та кеткенім. Есіме мұғалім айтқанды ғана түсті. Бүйірімнің түп жағы қып ете қалды. Масқара, сұрай қалса, масқара болдым-ау. Анфиса Михайловна тақтаға шақырып сұрай бастады. Әуелі Балабекова деп Жанарды атады. Жанар сабаққа дайындалмай келуші ме еді?
Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Сыдыртып тоқтамай айтып шықты. Жарайсың, Балабекова, отыр. Жарайсыңды Жанарға ішімнен мен де айтып жатырмын. Япыр-ай, енді мені шақырып қалмаса игі еді. Жазған басым. Кеше осы өлеңді бір жапырақ қағазға көшіріп, балыққа ала келсем ғой. Ергіп демалып отырғанда теп-тез-ақ жаттап алайым. Тұрсынбаев, Менің желкемнен қылқиып, арт жағымна отырған Жантас орнынан түргелді. Буря мглою. тақтаға шығып айт. Бәрібір емес пе? Эх, сұмпайы Жантас. Сұмпайысын қарай көр. Партаның астынан кітапты ашып қойып, бір көзі мұғалімде болса, бір көзімен соны сығалап тұрмақшы ғой. Өйтіп көрген күнің құрсын. Жантастың пасық қылығына жем бола қоятын адам Анфиса Михайловна емес. Тәртіп жұрттың бәріне бірдей. Тақтаға шығып айт. Деп ол дегеннен қайтпады. Жантас мұрнын уқалап, тырп-тырп басып тақтаға шықты. Ал енді айт. Буря мглою. Жантас осын айтты да жым болды. Дальше. Мұғалім, мен жаттамай келіп едім. Неге жаттамадың? Диірменге барып едім. Уақытым болмай. Анфиса Михайловна Жантасқа біраз қарап тұрды. Мүмкін орныңа барып айтатын шығарсың. Біз ду күліп жібердік. Отыр, Тұрсынбаев. Осымен міне екінші рет екілік баға алып отырсың. Үйге берілген тапсырманы орындамай келгеніңмен қоймай, қулыққа басып, мұғалімді алдамақ боласың. Бұның жаман. Бұдан былай мұндай қылығыңды маған көрсетпейтін бол. Білсең білемін деп, білмесең білмеймін деп шыныңды айт. Сол керек, залым Жантас. Кірмегенің қара жер, сауап болды. Біреуді атастырып зымиянды ойлағанша сабақ оқысаң болмас бет. Бір ойым осылайша Жантасты табалап, жетісіп жатса, екінші ойым төбемнен тас құлауын күткенде үрейлі халде. Қазір тақтаға сен шақырсақ айтесің. Сен не деп сұлтап айтасың? Сұлтан екеуміз балық аулап, қарақшылық өмірдің қамын жасаумен болдық демекшісің бе? Жақанов, деді мұғалім. Тағы бір қатерден жаным қалғанда, деп демімді шығардым. Менің байқауымша, әр мұғалімнің сабақ сұрау тәсілі әртүрлі. Мәселен, Майқанова тізімнің басынан төмен қарай қуалап сұрайды. Онысы біз үшін рахат. Өзіңе дейін неше оқушы қалған, сенен қашан сұрау мүмкін екенін біліп отырасың. Ал Анфиса Михайловна өйтпейді. Алфавитті қуаламайды, тәртіп сақтамай сұрайды. Қазір тізімнің басындағы біреуді атаса, одан соң соңғы жағынан біреуді атайды. Бүгін сұраған адамнан ертең тағы да сұрау мүмкін. Қысқасы, ол кімнен сұрағысы келсе, содан сұрайды. Оның ой пиғылын күні ілгері аңдау мүмкін емес. Менің ендігі бар үмітім қоңырау үні болды. Шіркін-ай, сол сыңғырлап қоя берсе, жаным қалар еді-ау. Келесі жолы қыс кешті қатырып жаттап келіп, бірінші болып айтар едім. Әне, мұғалімдер бөлмесінің есігі ашылғандай болды. Дәуде болса, бұл шыққан кезекші әйел. Жұдырықтай ғана сүйкімді сары жез қоңырау соның қолында. Қазір сыңғырлап қоя береді. Жоқ, бұл шыққан кезекші емес көрінеді. Басқа біреу болды. Япыр-ай. 45 минут уақыт ендігі өтсе керек еді ғой. Бұл неге сонша созылып кетті? Әлде кезекші әйел тысқа шығып кетіп, біреумен сөйлесіп тұрып қалды ма екен? Әне қоңырау. Жоқ. Бұл арба екен өтіп бара жатқан. Жақановты зулатып айтып шықты. Бұның бәрі бүгін тез айтқыш болып кеткен екен. Мұғалім еңкейіп, оған баға қойып жатыр. Жаным қылпылдап, тырнағымның ұшына келді. Ендігімді шақырар екен. Қадыров. Төбемнен шатыр етіп жай түскендей болды. Не істерімді білмеген меңіреу халде орнымнан сүйретіліп түргеле бердім. Маңдайымнан бұрқ етіп суық терім шығып кетті. Шіркін! Адам өмірінде сипаттап айтуға тілің жетпейтін неше алуан бақытты минуттар бола береді. Соның бірін мен дәл осы сәтте бастан кештім. Мен ләм деп үлгермегенше дәлізден қоңырау үні сыңғырлап қоя берді.
Жарайды, отыр Қадыров. Сенен басқа жол сұраймын. Буынымнан әл кетіп, орныма сылқ ете қалдым. Оқушылар, бейнероликті көріп болсақ, тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші тапсырма. Семантикалық карта кейіпкерлер образын сәйкестендіріңіз. Кейіпкерлер Қожа, Жантас, Сабира Майқанова. Яғни, қосу арқылы өз кейіпкердің бейнесін табамыз. Дескриптор семантикалық картамен жұмыс жасады, кейіпкерлерді сәйкестендірді. Оқушылар, тапсырманы өте жақсы орындады деген үміттемін. Екінші тапсырмаға назар аударамыз. Сәйкестендіру кестесі. Кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы образды сәйкестендіріңіз. Сабақты алфавит қуаламай, кімнен сұрағысы келсе содан сұрайды. Тізім бойынша басынан төмен қарай сұрайтын қай мұғалім? Балыққа барып, қысқы кешті жаттамай келген кім? Қысқы кешті жаттамай келіп, екілік алған кім? Бағалау критерийі іс-әрекетін анықтайды, кейіпкерлердің іс-әрекетін сәйкестендіреді. Оқушылар, бүгінгі сабақта не түсіндік? Шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекетіне талдау жасадыңыз. Талдау негізінде кейіпкерлерді анықтап, образын сипаттадыңыз. Шығарма кейіпкерлерінің әрекетін қазіргі өмірмен салыстыра бағаладыңыз. Қосымша тапсырма. Шығармашылық жұмыс. Егер мен Қожа болсам тақырыбында әңгіме құрастырыңыз. Сіздерге сәттілік. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.